Бүгінгі сабақ витамин D-ның екінші бөлімі туралы болады. Витамин D-ның жетіспеушілік кезіндегі симптомдарда келетін болсақ, оның жас және ересек адамдарда негізі симптомдар болмайды, анық көрсетілмейді. Тек кішкентай балаларда, жаңа туған балалар мен 2 жасқа дейінгі балалар аралығында және де қарт адамдарда жетіспеушілік өзінің симптомдары көрінеді. Мысалы, кішкентай балаларда рахит тәрізді жаңағы аяқтарының дұрыс жетілмеуі, шаштарында жаңағы дұрыс шаш өспеу немесе запорлардың болуы мүмкін. Речевой, яғни сөйлеу несі кеш болса дамуы, ол да D витамин төмен болуы мүмкін ол балаларда. Екінші, ол қарт адамдарда ол буындардың сырқырауы, бұлшеттердің ауырсынуы және сүйектердің сынғыштығы көбінесе орын алады. Енді витамин D-ның жеткіліксіздігі анықталса, не істеуіміз керек? Біріншіден, екіншілікті гиперпаратиреоз деген синдром бар. Сол патологияны біз исключать ету керекпіз. Сол үшін дополнительно қосымша ретінде парадгормон және де кальций мөлшерін анықталған жөн. Енді қарт адамдарда витамин D-ның мөлшері минималды 30 нанограмм миллилитр болу тиіс. Мысалы, біз айтық, норма қалыпты қанымызда 20 мен 40 нанограмм миллилитр арасында болу керек деп. Ал қарт адамдарда кішкене қалыпты несі, нормасы басқаша. Яғни 30 нанограмм миллилитрден жоғары болу керек. Бірақ сіздер естеріңізде болсын, жоғары болғанмен тым көп D витаминде көп болмау керек. Мысалы, 88 нанограмм миллилитрден аспау керек. Оны мен қазір түсіндірем неге екенін. Енді 65 жастан төмен ересек адамдарда 65 жастан жас адамдар күніне 600-800 халықаралық бірлік международный единица деп айтады, күніне ішу керек. Ал 65 жастан жоғары адамдардың күнделікті витаминді ішуі 800 мың халықаралық бірлік немесе международный единица ішкен дұрыс. Ал егер дефицит анықталған болса, мысалы, біз айттық, үлкен кісілерге, яғни 65 жастан асқан адамдарда 30 нанограмм миллилитр минимум болу керек. Егер ол кісілерде 30-дан төмен болса, онда күніне 6000 халықаралық бірлік 8 апта бойы ішу керек. Одан кейін 8 аптадан кейін поддерживающая доза дейді, яғни 30 нанограмм миллилитрден уже асады, 8 аптадан кейін. Сол кезде 1000 халықаралық бірлік ішкен абзал. Ал балалардағы ішу тәртібі қандай? Ол егер емізетін балалар болса, 1 жасқа дейінгі балаға 400 халықаралық бірлік күніне ішу керек міндетті түрде. Ал дефицит болса, яғни 20 нанограмм миллилитрден төмен болатын болса, 2000 халықаралық бірлік 6 апта ішінде күніне 2000 международный единица беріледі, және де 6 апта өткеннен кейін тағы анализ тапсырады. 30-дан асатын болса, 1000 поддерживающий доза күніне 1000 халықаралық бірлік ішу керек. Енді гипервитаминоз жағдайын қарастыру керек. Гипервитаминоз дегеніміз осы D витаминінің керісінше көп мөлшерде қанда жиналуы. Ол да бізге ағзаға өзінің кері әсерін тигізеді. Мысалы, ол бірінші құсу, тошнота, лоқсу болуы мүмкін. Одан кейін полидипсия, полиурия дейді, яғни көп шөлдеу, көп суды ішу және көптеп кіші дәретке бару. Сосын тіпті осындай кішкене симптомдардан басталып, раққа да алып келуі мүмкін. Ол қандай санда біз ориентировка жасау керекпіз десеңіз, 88 нанограмм миллилитрден жоғары болса, ол гипервитаминоз деп саналады. Назарларыңызға рахмет, пайдалы болды деп ойлаймын. Сізге группаға қазір мен жіберемін қандай не екен, витамин D-ні өз басым ішіп жүргенімді.